қолында. Мысалы, мен көп жерден естіп қалам, пайғамбарымыздың 10 қатыны бар дейді, біреу 7 қатыны бар дейді. Меніңше өзім пікірім, мен діни тәрбие алмаған, бірақ сол дұрыс па? Пайғамбар алейхиссаламның 9 әйелі болған. Енді сіздер айтуларыңыз мүмкін, Құран-ы Кәрімде Аллаху Субхану ва Тағала 4 әйелге рұқсат берді. Пайғамбар алейхиссалам неге 9 әйел алды деп. Құранда пайғамбарға хас нелер шариғат бар. Пайғамбардың істеген нәрсесінің барлығы бізге сүннат бола бермейді. Пайғамбар алейхиссаламның ерекшелігі бар. Мысалға, пайғамбар алейхиссаламға түнде тұрып тахаджуд намаз оқу важип. Бізге тұрып намаз оқу не бол? Сүннат. Пайғамбар алейхиссаламға зекеттің малын жеу харам. Бізге не бол? Бізге халал. Пайғамбар алейхиссаламға 9 әйел алу оған жайыз. Бізге 4-ден артық алу не бол? Харам. Дін дұшпандар айтады, ол жаңа пайғамбар алейхиссаламды сондай көрсету үшін сендердің пайғамбарларың шахвани адам болған, шахватқа берілген, оның барлығы не ол? Жала. Пайғамбар алейхиссалам рухани адам болды. Әйел кімге керек? Әйел 16 жасқа толғаннан сол 50 жасқа толғанға адамға қатын керек. Әйелдің қызығы бар. Ал пайғамбар алейхиссалам балиғат жасына толғанда 25 жасында үйленді. 51-52 жасқа дейін неше әйелі болды пайғамбарымыздың? Бірақ әйелі болды. Кім болды? Хадиша анамыз. Маккада дінді тарқатқан кезде пайғамбарымызға ол Макка аяттарын оқитын болсақ, Құдайдың бірлігін жеткізу, сабырлық, шүкірлік, мейірімділік, төзімділік. Ал енді Мәдинаға өткеннен кейін шариғи үкімдер басталды. Әйелдердің хайыз, нифас. Осы кезде пайғамбар алейхиссалам басқа әйелдерге қалай біреудің әйеліне хайыз турысында айтады. Осыдан Аллах Тағаланың әміріменен дінді жеткізу үшін пайғамбарға берілген не бұл? Бұл рұқсат. Ал сахабалар болса тікелей пайғамбарымыздан сұрайды. Ал әйелдер келіп пайғамбарымыздан біреу айтты, хайызым тоқтады деді. Хайызың тоқтаса жуынып, шайынып, сол жеріңе бір мақтаға мисік қойып ал деді. Не дедің, я Расулулла деді. Сонда пайғамбардың жүзі қызарғаны соншалықты, Айша түсіндіріп қой деді. Осындай мәселелерді пайғамбардың әйелдері не қылды? Үйретті. Осы мақсатта Аллах Тағала пайғамбар алейхиссаламға 9 әйел алуға не қылынды? Рұқсат берілді. Ол қыздай бір ғана Айша анамыз алды. Қалғанның барлығы не? Уммахатул муъминин, момындардың аналары, ол жесірлер. Екі қабиланың басын біріктіру үшін де бұлдай шариғатқа қарасақ өте үлкен хикмат болған. Хайбар соғысында Сафия анамыз қолға түскен кезде бір сахабидің күні болған кезде пайғамбарымызға не деді оны? Қайтарып ал деді. Соған үйленсеңіз, ол елдің дінге бірігуіне не болды? Себепкер болды. Осында үлкен себептерменен пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам не қылды? Үйленген. Ол жаңағы бұл не нәрсе емесі. Сулейман алейхиссаламды айтатын болсақ, Сулейман алейхиссалам 500 қатыны болған. Оған не дейсің? Өзінің қара басын асырай алмай жүр. Ол біреудің қызын аштан өлтіреді ғой, ол барып жаңағы. Төртінші біреуге харам болады. Дені саулығы бір әйелге де жарамайды, пистолет атпайды. Не қылады оны үйленген кезде? Оған емделу керек бірінші. Осы жағдайға қарап өзіне үкім ала береді. Енді бұл жерде ол жігіттің не қылғаны жаңағы пистолет туралы болып кетті ғой. Ол ораза, ол намаз оқымайды, оразаны білмейді, ол енді бері қарап. Сол енді бері қарап. Ораза тұтсын ол, харамға бар демесін, ораза тұтсын. Өзі бір әйеліне қарай алмай жатса, көтер алмаған не дейді, шоқпарды қос арқалайды. Ал біріншісі болса жарайды. Қазақта айтады ғой жаңағы, бас екеу болмай, мал екеу болмайды деп. Біріншісін әйтеуір не қылуға болады. Ол бірінші қатын ауырып жатса, оған ақша таба алмай жатса,
өзінің бала шағы шырқырап жатса, ол не деген сөз сұмдық? Оның басы бар ма оның өзі? Жоқ, басы емес, нәпсісі ма оның? Оған қатты айту керек. Ораза тұтсын, нәпсісін тәрбиелесін.